Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Мен бүгін сіздерге 2018 жылы шыққан «Красные воробей» фильмнің қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Ресей мен ақш мемлекеттері әлі де әлемдік үстемдік үшін бақталасуда. Соғысқа түсу екі мемлекет үшін де тиімсіз. Сондықтан олар тыңшылыққа көшеді. Бір жағынан бұрынғы тыңшылық тәсілдері ескіріп қалған. Өйткені оларды оңай ұстап алады. Сондықтан Ресей мемлекеті қулыққа барды. Олар еліктіретін қабілеттері бар әйелдер тыңшы тобын құрды. Олар өз мақсаттарын тауып, оларды еліктіріп, ал кейін өздеріне қажетті ақпараттарға ие болып отырады. Алғашқы сценада бізге Доминикті таныстырды. Ресейдің кәсіби бишісі. Ол жасөспірім кезінен бері билеп өзінің ауру анасына қамқорлық жасайды. Бір күні ол өз анасын қызметкерге қалдырып, өз жұмысын аттанды. Ол жұмыста неше түрлі адамдармен кездеседі. Ішінде ағасы Иван мен де Ресей сыртқы барлау қызметі СВР директорының орынбасары болып табылатын. Кездесу барысында криминалды қылмыскер Дмитрий Доминикті суретке түсіруді өтініп, ал кейін мүмкіндікті пайдаланып оның денесіне қолын тигізеді. Осыдан кейін Доминик сахнаға шығып өнер көрсетіп барлығын таң қалдырды. Бірақ өкінішке орай өнер көрсету барысында оның әріптесі оның аяғын басып қалып сындырып жібереді. Қызды дереу ауруханаға жеткізіп ота жасатты. Осыдан кейін біз Мәскеуде жұмыс істейтін америкалық ЦРУ-дің агенті Нейтпен танысамыз. Ол өзінің әріптестерімен бірге саябақта кездесейін деп жатқан. Алайда оларды полицейлер байқап қалды. Ол дереу полицейлердің назарын аудару үшін жерге оқ атты. Бұл Мрамор деп аталатын оның орыстық көртышқанына білдіртпей жасырынып кетуге мүмкіндік береді. Алайда хаос барысында өзі полицейлердің қолына түсіп қалды. Оны Америка елшілігіне жеткізіліп, ол өзінің басшылығымен кездесті. Олар Мрамордың қауіпсіздікте екенін, алайда өзінің жасаған қателігі салдарынан оны Америкаға жіберетіндерін айтады. Келесі күні Иван СВР-дің директоры болып табылатын генерал Владимирмен кездесуге барады. Ол оған Нейттің саябақта белгісіз біреумен кездесуінің суретін көрсетіп, олардың басты мақсаттары осы адам болуы керек екенін айтады. Осыдан кейін сцена есіне келген Доминикке ауысты. Ол өзінің енді қайтып билей алмайтынын білгенде қатты көңілі түсіп кетеді. Арада ай өтіп, Доминик жүру үшін әлі де тросты пайдаланады. Келесі күні оған Иван келіп, оның орнын басатын адамды тапқандарын, енді қайтып ол жұмыс орнынан жәрдемақы алмайтынын айтады. Ол жұмыссыз қалған Доминикке өзінің көмегін көрсетуге дайын. Кетер алдын оның қолына оның аяғын басқан жігіт бәрін әдейі ұйымдастырғанын дәлелдейтін айғақтар жиналған құжатты тапсырады. Сөйтсе жігіт сондағы балерина қатысушыларының бірімен қатынаста болған екен. Ол өзінің ғашығы Доминиктің орнын басу үшін әдейі оның аяғын сындырған. Бұл Доминиктің ашуын келтіріп, ол театрға қарай аттанды. Олар жаттығу жасап жатып сүйсе бастайды. Бұл Доминиктің ашуын одан әрі келтіріп, ол оларға таяқпен шабуыл жасайды. Осыдан кейін Иванға қоңырау шалып, өзінің жұмыс істеуге дайын екенін айтты. СВР-ға Дмитрий есімді бандит жайлы ақпарат керек. Сондықтан оған онымен достасып, оның сеніміне ие болуды тапсырды. Доминик алғашында бұндай лас жұмысқа кеткісі келмеген. Алайда оның анасының емі өте қымбат. Сондықтан оның келісуден басқа шарасы жоқ. Осылай ол сол түні сәнді көйлегін киіп барға барады. Еркектің назарын аудару үшін. Ол күткенде Дмитрий оған назарын аударады. Осылай екеуі кішігірім әңгімелесіп жоғарға көтерілді оңашалану үшін. Олар жақындаса берген дегенде пәтерге қара шлемдегі еркек басып кіріп Дмитрийді өлтіріп тастайды. Ал кейін қыздың үстіне плащ жауып оны қауіпсіз есік арқылы алып шықты. Еркек Иван жіберген СВР агенті Константин екен. Осыдан кейін Доминиктің алдына Иван келіп оған екі таңдау береді. Ол не СВР-ге жұмыс істейтін болады, не Дмитрийдің өліміне куәгер болғандықтан өлім жазасына кесіледі. Әрине қыз СВР агенті болып жұмыс істеуге келісті. Осылай Доминикті агенттер дайындайтын қатал мемлекеттік оқу орнын алып келді. Ол орынға келген кезде оны Матрена есімді әйел кездестіріп оған міндеттерін түсіндіре бастайды. Келесі күні сабақ басталып, Матрена қазіргі әлемде орын алып жатқан саяси дүрбелеңдер жайлы тақырыпты қозғайды. Ол Ресейдің осы дүрбелеңдерді тоқтату үшін құрбандыққа баруға дайын жалғыз мемлекет екенін айтып өтті. Ол оқушыларға енді олардың денесі мемлекеттерге тиесілі екенін, сондықтан олар жоғарыдан келген кез келген бұйрықты орындауға дайын болулары керек екенін айтты. Нейт бұл уақытта ЦРУ комиссия мүшелерімен кездесті. Ол комиссия алдында өзіне екінші рет мүмкіндік беруін талап етуде. Ол өзінің Мрамормен көптеген жылдар бойы бірге жұмыс істегенін, сондықтан басқа ешкімге сенуге болмайтынын атап өтеді. Комиссия мүшелері Нейтке тағы бір мүмкіндік берейін деп шешеді. Осыдан кейін Нейтті Будапешт қаласына жіберді, Мрамормен байланысты қайта қалпына келтіре алу үшін. Алайда ол оның әр қадамын СВР агенттері аңдып отырғанын білмейтін. Матрон бұл уақытта оқушыларына олардың объектілерді нені қалайтынын білуді үйретуде. Оларға теледидардан бірнеше сурет көрсетіп, олардың қалаулары не екенін сұрайды. Өзін көрсетіп алғысы келген Виктор жауап береді, бірақ қате. Сол сәтте оны Доминик жауап беріп, жігітті бүкіл сынып алдында күлкіге қалдырды.
Басқа қыз екінші сұраққа дұрыс жауап береді. Сол сәтте ол қызды сыныптың алдына шақырады. Ол еркекті қанағаттандыру үшін. Қыз тізерлеп отырды, алайда бұны істеуге батылдығы жетпейді. Келесі күні оларға соғыстан оралған сарбаздарды алып келді. Доминик өзіне жас жігіттердің бірін таңдап, онымен оңашаланды. Кейінірек оның бейнесі Матрон және басқа оқушылар талқылай бастайды. Матрон Доминиктің еркектерді еліктіру техникасын мақтап өтті. Алайда оның әлі тағы біраз жұмыс істеу қажеттілігін ескертеді. Кейінірек Доминик сабақтан кейін душ қабылдап жатқан кезде оның артынан Виктор келіп оған шабуыл жасайды. Бірақ қыз оған лайықты тойтарыс беріп үлгерді. Бұл жағдай үлкен жанжал тудырып, тіпті мектепке генералдың өзі келеді, мәселені шешу үшін. Келесі сабақта әйел Доминикті ортаға шығарады. Ал генерал бәрін камера арқылы бақылап отыр. Осы сәтте бөлмеге Виктор кіріп қалады. Әйел Доминикке оның қалаған нәрсесін беруді бұйырды. Қыз киімін шешіп үстелге отырды. Алайда алдыңғы оқиғадан қатты қорқып қалған Виктордың батылдығы жетпей кетіп қалды. Бұл генералды қатты таңғалдырып, ол оған Будапештке жаңа тапсырма орындауға жібереді. Қыздың мақсаты Нейттің сеніміне кіріп, мрамордың кім екенін анықтау. Доминик оның ұсынысына келісіп, Будапештке жол тартып кетеді. Ал кейін Нейт аңдуын бастайды. Ол баратын бассейнге қарай барып, ол онымен әдейі кездесіп қалғандай түр жасап, өзінің елшіліктің аудармашысы екенін айтты. Келесі күні де ол бассейнге барады, алайда ол жерде Нейтті таппайды. Сонымен қатар ол өзінің төлқұжаты жоғалып кеткенін анықтады. Сөйтсе Нейт оның мрамордың кім екенін білуге тырысып жүрген орыс тыңшысы екенін біліп қойыпты. Нейт бұл ақпараттың бәрін өзінің басшылығына жеткізді. Олар оған Доминикпен жақындасуды тапсырады, одан ақпараттарға ие болу үшін. Кейінірек Доминик елшілікке барған кезде американдық саясаткер Стефанмен сөйлесіп отырған Мартаны байқайды. Бірнеше уақыттан кейін оған Нейт жақындап, оның төлқұжатын алған өз екенін мойындады. Өзінің кім екенін біліп қойғанын түсінген Доминик оған өзінің шынайы ниеті туралы айтып, олар кешкі ас үстінде кездесу туралы шешім қабылдайды. Осыдан кейін ол пәтерге оралып, Мартаның заттарын ақтаруға кірісті. Оның американдық саясаткер Стефаннан құпиялы ақпарат жинау жайлы тапсырма алғанын біледі. Бұл уақытта Нейт оны ресторанда күтіп отыр. Алайда ол келмегендіктен үйіне қарай бағытталады. Бұл уақытта қыз оның артына түсті. Оны пәтерінде көрген Нейт, сен менің мекенжайымды қайдан тауып алдың деп сұрайды. Доминик оларда басқа ешкім естіп қоймау үшін теледидардың дауысын жоғарылатып, ал кейін саябақта орын алған жағдай жайлы сұрайды. Жауап алғасын Доминик оны сүйіп алды. Алайда Нейт оны шарты жолда тоқтатып, бұл жерден кетуін сұрайды. Кенеттен оның үйіне Иван келіп қалды. Оның Нейт жайлы тапсырмасы қандай болып жатқанын білу үшін. Доминик уақыт өту үшін өзінің қазір Мартамен бірге саясаткер Стефанның ісімен айналысып жатқанын, сондықтан оған қосымша қаржыландыру керектігін айтты. Иван бұл туралы ойланатынын айтып, ол жерден кетіп қалады. Ол пальтосын киіп жатқанда Доминик білдіртпей оның төлқұжатын қарап, ол туралы бірқатар ақпараттарды жинап алды. Кейінірек Доминик үйіне оралған кезде Мартаның жансыз жатқан денесін тауып алады. Ол не орын алғанын түсініп үлгеремін дегенше, артынан Свердің агенті Константин пайда болып, оны тұншықтыра жөнелді. Ал кейін құпияны ашатындармен осындай болады деп оны қорқытып, ол жерден кетіп қалады. Бұл уақытта Нейт басшылыққа Доминиктің ресейлік агент екенін растайтын мрамордың есебін алып барды. Басшылық Доминиктің қауіпті екенін ескере бастайды. Алайда Нейт қызды өз жақтарына шығаруға болатынын айтты. Осыдан кейін ол Доминикті өз пәтеріне алып келіп, қыздың ресейлік тыңшы екенін білетін мойындайды. Доминик өз кезегінде өз оқиғасын баяндап беріп, ол үшін ең маңыздысы анасының қауіпсіздігі екенін айтты. Сол кезде Нейт оған екі жақты агент болуды ұсынады. Оның орнына ол анасы және қыздың өзін қорғайтын болады. Оның ұсынысына ойланып отырған Доминик саған сенуге болады ма деп сұрайды. Ол сенуге болатынын айтып, ал кейін екеуі жақындасты. Келесі күні Доминик Нейттің басшылығымен кездеседі. Олар қыздың шынайылығын тексеру үшін оны өтірік детекторынан өткізеді. Ол тесттен өткен кезде қыз олардан қаржыландыру сұрайды. Стефаннан оларға керек ақпаратты сатып алатынын айтып. Осылай жұма күні Доминик Максиммен бірге Лондонға аттанды. Стефанмен кездесіп келісімге отыру үшін. Ол алдын ала ЦРУ дайындап қойған қонақ үйге тоқталды. Стефан қонақ үйге келген кезде оның қасына Доминик келіп, оны Марта жібергенін айтады. Стефани оның сөзіне сеніп оған дискі береді, ақшаның орнына. Доминик дискіні тексеріп жатқандай түр жасап, оны алдын ала дайындап қойған жалған дискіге алмастырып алды. Көп өтпей Стефани оны американдық агенттер аңдып отырғанын байқайды. Қорқыныштан ол ақшаны қоқыс жәшігіне лақтырып, көшеден тезірек өтіп кетуге тырысуда. Алайда осы сәтте жүк көлігі пайда болып, оны бір аударып түсірді. Ол сол сәтте өліп кетеді. Олардың бәрін сырттай бақылап отырған орыс агенттері бұл жерде бір гәптің бар екенін түсініп, Максим мен Доминикке Мәскеуге қайта оралуды бұйырды. Олар Мәскеуге келген кезде Иван дискіні тәркілеп, Доминик пен Максимді тұтқынға алды.
Олар өздерінің кінәсіз екендерін айтқанына қарамастан оларды бірнеше күн қинайды. Тіпті Максимді сол сәтте өлтіріп тастайды. Доминик соңына дейін өзінің американдықтарға ешқандай қатысы жоқ екенде тұрып алды. Ақыр соңында Иван оның сөзіне сеніп, оны Будапештке қайта жіберіп, өзінің алғашқы тапсырмасын орындауына мүмкіндік береді. Будапештке қайта оралған Доминик түнін Нейтпен бірге өткізді. Алайда түн ортасында ол оянып кетіп, Константиннің Нейтті қинап жатқанын көреді. Алғашында Доминик Константинмен бір жақта екендей түр жасап, тіпті оған Нейтті азаптауға мүмкіндік береді. Ал кейін мүмкіндік туа салысымен Нейтті босатып, Константинге шабуыл жасайды. Келесі сценада Доминик ауруханада есіне келіп, оған генерал Владимир келді. Сөйтсе бәрі анықтай алмай жүрген көртішқан Мрамор осы генерал Владимир екен. Ол бұрын өз елінің патриоты болғанын, алайда ол өзінің әйелін американдық дәрігер емдеуден бас тартқан кезде орыс шенеуніктерінің арасында жайлаған жемқорлықтан көңілі қалыпты. Көп өтпей өзін ұстап алатынын қорққан ол Доминикке бір ұсыныспен келген. Ол оған көртішқан Мрамор ретінде Иванды ұстап беруді тапсырды. Мрамордың кім екенін анықтай алған үшін оны ұлт батыры қылатын болады. Осылай ол Ресей елшілігінің қолына түсіп, өзінің Мрамордың кім екенін білетінін айтады. Тек ол бұл ақпаратты өзіне бостандық берген жағдайда ғана айтатын болады. Осылай әуежайда кездесу ұйымдастырылды. Доминик өзімен бірге Нейтті алып жүреді, оның сөзін растау үшін. Көп өтпей көртішқанды ұстап орыс әскерлері пайда болды. Оның бетін ашқан кезде біз оның Иван екенін көреміз. Қатты шоктық жағдайда қалған Нейт оның көртішқан екенін растайды. Ол растағасын орыс снайперлері Иванды атып тастайды. Ал Доминикті тікұшақпен алып кетті. Финалдық сценада біз қалай Доминиктен генерал Владимир қатысып отырған ресейлік әскери салтанатында марапатталып жатқанын көреміз. Енді Доминик өзі армандағандай өзінің анасымен бірге еркін әрі жақсы өмір сүреді. Бүгінге осы. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино Айтушы.